Сәлеметсің бе? Қалың қалай? Менің каналыма жаңадан қосылып жатқан оқырмандар көп екен. Қане, сендермен танысайық. Менің есімім Гаухар. Мен сенің ертегіші досың боламын. Сен күнде жатар алдында менің ертегімді тыңдап ұйықта. Жарай ма? Келістік. Ал енді мен саған ертегімді айтып берейін. Қазір көзіңді жұмып, сиқырлы орманның ішін елестетейік. Ол орманның ішінде не болып жатқанын білгің келе ме? Білгің келсе, экранға жақында. Мен ертегімді бастаймын. Ертегі айлакер, қу аң туралы. Ол қандай аң деп ойлайсың? Әрине, дұрыс таптың, жарайсың. Ертегі түлкі туралы. 6 түлкі ертегісін мен саған айтып беремін. Кең далада бірге тұрып, бірге жүріп, 6 түлкі дос болыпты. Ол 6 түлкінің ішінде бір түлкінің құйрығы шолақ екен. Шолақ дегеніміз құйрығы қысқа түлкі. Оны достары, сенің құйрығың жоқ, шолақсың, деп келемеждеп мазақ қылады екен. Ол түлкі ішінен, қап бәлем, мыналарды қалай орнына қойсам екен? Қайтсем бұларды өзім сияқты қылсам екен деген ойда жүреді. Бір күні ол достарына былай дейді: қашанғы бұйығып жүре береміз, ішіміз пысты. Келіңдер, одан да бәріміз ойын ойнайық, дейді екен. Қалғандары оған келіседі. Жарайды, ойнасақ ойнайық, қане өзің баста, дейді екен. Шолақ түлкі әлгі мақтаншақ достарын ертіп, қалың орманның ішіне әкеледі. Содан кейін ойын шартын түсіндіріп, бесеуін 5 қарағайға құйрықтарын мықтап тұрып таңып тастайды. Ал өзі болса, бір төбенің басына шығып тұрады. Ойын шарты бойынша қалған 5-еуі көздерін жұмып тұруы тиіс екен. Бір кезде төбенің басында тұрған түлкі жан-жағына қарап: «Әй, туысқандар, сақтаныңдар! Ауыл жақтан бүркіт ұстап, тазы ерткен аңшылар келе жатыр!» деп айғай салады. Сол кезде қарағайға байланып тұрған 5 түлкі естері шығып, жұлқынып, қашуға ыңғайланады. Бар пәрменмен жұлқынған 5 түлкінің құйрықтары жұлынып қала береді. Сөйтіп, шолақ түлкі өзін келемеждеген 5 түлкіні де өзімен бірдей қылып, оларды да шолақ қылыпты. Бұдан кейін 6-ауы да бірдей шолақ болғаннан кейін, оны ешкім мазақтап, келемеждеп күлмейтін болыпты. Осымен менің бүгінгі ертегім аяқталды. Бұл ертегі не жайлы деп ойлайсың? Иә, досыңның мінін, кемшілігін бетіне басып, келемеждеудің
дұрыс еместігі жайлы. Әрқашанда досыңа жақсы дос болып, оған қорған болу керектігі жайлы. Ал сен қандай доссың? Өте жақсы доссың. Әрине, мен оны білемін. Ал балақай, осымен ертегім тамам. Егер менің ертегім ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Ал енді ұйқыға жата ғой. Тәтті түс көріп, ертеңгі күнге жақсылап күш жинап ал. Жақсы жатып, жайлы тұр.